Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу жолы өте оңай, осындай салат түрін әзірлейтін боламыз. Бізге керекті заттарымыз: зәйтүн майы, қызыл фасоль, грек жаңғағы, ас көк, сиырдың тілі, сарымсақ, қызыл жуа және тәтті бұрыш. Алдымен тілімізді ұзын жолақ қылып кесіп аламыз. Тәтті бұрышымызды, яғни болгар бұрышын да дәл алдыңғыдай етіп кесіп аламыз. Қызыл жуаны жарты бөлікке бөліп тураймыз. Ас көктің ішінде мен ақ желкенді, яғни петрушканы таңдадым. Петрушканы майдалап турап аласыздар. Қызыл фасолімізді да жақсылап жуып қосамыз. 2 дана сарымсақты майдалап турап аламыз. Майдалап туралған сарымсақтардың үстіне 3 ас қасық зәйтүн майын құйып, қалауларыңыз бойынша тұз бұрыштарыңызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Грек жаңғақтарымыз майда болып шығу үшін салафанның ішіне салып алып, оқтаудың көмегімен осылай майдалап алдым. Майдаланған грек жаңғағымыздың 4-тен 1 бөлігін алып қалып, қалғанын салатымызға қосып, үстіне тұздығымызды құйып араластырамыз. Жақсылап араласқан салатымызды дастарханға ұсынылатын тарелкамызға салып, бетіне алып қалған жаңғағымызбен осылай әсемдеп, егер қолдарыңызда болса, осында соя тұздығымен тағы да әсемдеп шығуға болады. Осымен салаттарымыз дайын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоны соңына дейін қарап, подписка, лайк басуды ұмытпаңыздар.